Сәлеметсіңдер ме балалар? 60-шы сабақ 3-3-тен заттар комбинацияларын құруды үйренетін боласыңдар. Бізде бірінші есепте 3, 5, 7 цифрларын пайдаланып, әртүрлі ектанбалы сандар жиынын құр және жаз деп тұр. Біз енді өлі А жиыны деп алайық. Бұнда бізде 3, 5, 7 сандарынан, цифрларынан тұратын ектанбалы сандар жиынын құрастыруымыз керек. Ал А жиыны деп бастайық. 3 пен 5-тен 35 саны, 53 саны, 57 саны бірнеше қайталауға болады. 75 саны, 37 саны, 73 саны, 33 саны, 55, 77 сандарын құрастырдық. Енді біз сұрақта бұл жиында неше элемент бар дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 элемент бар. Енді осы жиын бойынша өзің басқа сұрақтар қой дейді. Сұрақ қоямыз. Біздің бірінші сұрағымыз 53 саны А жиынына тиісті ма? Жиынына тиісті ма деген сұрақ қоямыз. Келесі екінші сұрағымыз, бұл тек қана біз сұрақ қоямыз. 75 бұл пікір ақиқат па әлде жалған ба? Бұл пікір ақиқат па әлде жалған ба? Біз сұрақты құрастырдық. Енді екінші есепке ауысамыз. Екінші есепте қорапта бір-бірден қызыл Q, көк К және жасыл Ж түсті қаламдар бар дейді. Енді бізге А нұсқасында қаламдарды екі-екіден комбинацияларының мүмкін нұсқаларын кестеге жаз дейді. Бізде Q мен К берілген, Q мен Ж, К мен Q берілген, К мен Ж берілген, яғни түстер. Бізде енді құратынымыз кестенің ішіне құрамыз, Ж мен Q-ны құрастырамыз. Бізде Ж жасыл болып жасыл түсті таңдап көрейік. Не балалар? Ж мен Q жасыл түс, қызыл түс. Келесіне біз жасыл мен көк түсті қарастырдық. Әсінде қаламдардың 3-3-тен комбинацияларын мүмкін нұсқаларын құр, жауаптарын кесте түрінде көрсетіп жаз дейді. Міне балалар, кестеде жаздық. Q, К, Ж. 3-3-тен комбинация жасап жатырмыз ғой. Q, Ж, К, 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 Ж, К, Ж, Q, Ж, Q, К, Ж, К, Q деген комбинациялар құрдық. Үшінші есепте ыдыста 2 алма және 2 шабдалы бар.
Осы жемістерде ыдыста 3 үстен салудың түрлі нұсқаларын құр, жауабын кесте түрінде жаз деген. Бізде үшінші есеп деп жазып қояйық. Бұл есепте 3 түрлі қылып жазатын болсақ, алма, шабдалы алма. Алма, алма, шабдалы, шабдалы, алма, шабдалы, 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 алма, алма, шабдалы, шабдалы, соңғысы шабдалы, алма, алма деп құрамыз. Төртінші есепте енді бізде суреттегі киімдер жиынтығынан әртүрлі киінудің 8 нұсқасын құрастыр дейді. Бізде жасыл белдемше, қызыл белдемше, сары жемпір, қызғылт жемпір, қызыл қалпақ, көк қалпақ берген. Енді осыған біз суреттерге қарап, киімдердің жиынтығын құрастыратын боламыз. Бірінші бізде жасыл белдемше, сары жемпір, көк қалпақ деп құрастырамыз. Екінші бізде жасыл белдемше, сары жемпір, қызыл қалпақ. Үшінші жасыл белдемше, қызыл жемпір, көк қалпақ. Төртінші жасыл белдемше, қызыл жемпір, қызыл қалпақ. Төртеуі кетті. Енді әрі қарай қызыл белдемше, сары жемпір, көк қалпақ. Қызыл белдемше, сары жемпір, қызыл қалпақ. Қызыл белдемше, қызыл жемпір, көк қалпақ. Қызыл белдемше, соңғысы қызыл жемпір, қызыл қалпақ. Не балалар? 8 түрлі біз киімдер жиынтығын құрастырдық суретке қарай отырып. Бесінші есепте практикалық жұмыс. Суретке қара, 3 рет әр түсті 2 дөңгелектен алып, көк дөңгелектен кейін қызыл дөңгелек болатындай етіп оларды орналастыр. Бесінші есеп бізде міне балалар, көк қызыл, көк қызыл, көк қызыл қылып орналастырды. Алтыншы есеп бізде есепті шығар дейді. Саябаққа 63 көшет отырғызылды. Оның 12-сі терек, 9-ы жөке, ал қалғаны жеміс ағаштары. Саябаққа неше жеміс ағашы отырғызылды? Есептің шартын құрамыз. Терек, 12 ағаш, жөке, 9 ағаш, жеміс ағашы бізде белгісіз. Енді бізде сұрақ барлығы 63 ағаш. Бұл сұрақ емес, бізге барлығы деп айтып тұр. Біз енді жеміс ағаштарын табуымыз қажет. Шешуі. Бірінші амал біз
терек пен жөке ағашын қосып аламыз. Яғни 9 пен 12 мен 9-ды қосамыз. Бізде 21 ағаш. Бұл терек, жөке ағаштарының сандары. Енді біз жеміс ағашын табу үшін бізде барлығы ағаштың саны белгілі. Ол 63. 63-тен 21-ді азайтсақ, 42 ағаш. Яғни бұл жеміс ағашы. Осыны өрнек түрінде жазатын болсақ, өрнек түрінде жаз. 63 азайту 19 12 63 азайту 12-нен 9-ды жақшаға аламыз. Бұнда 42. Жауабы бізде өздеріңіз толықтырып жазып аласыздар. 42 жеміс ағашы отырғызылды. Ағашы отырғызылды деп қысқартып қойдым. 7-ші есепте балалар мысалды шығар деп отырып, 65 пен 34-тің қосындысы балалар 99. 4 пен 5-тің қосындысы 9, 6 мен 3-тің қосындысы 9. 54 пен 48-дің айырмасы бізде 6. Дайын жазып кетеміз жауапты. 100 пен 71-дің айырмасы 29. 27 мен 73-тің қосындысы 100. 8-ші есепте теңсіздіктерді жаз дейді. Астында 32 мен 16 санының қосындысы А-дан кем. Бұны тек жазбаша түрде ғана жазамыз. 32 мен 16-ның қосындысы А-дан кем. Бізде В саны мен 22 мен 9-ның айырмасы В саны 32 мен 22 мен 9-ның айырмасынан кем дейді. Ендеше таңбаны қоямыз. 9-ші есепте кестеге берілген ас қазірінен түскі астың барлық мүмкін нұсқаларын қарастыр деген. Біз бірінші тағам, екінші тағам, үшінші тағам бойынша сіздерге кесте құрастырып ұсынып отырмын. Мысалы, бірінші тағамның түрі көже, қуырдақ, шай, көже, қуырдақ шырынмен, борыш, палау, шаймен, борыш, қуырдақ шырынмен, борыш, палау, шырынмен, көже, палау, шырынмен. Әлі де бірнеше нұсқалар құрастырылады. Әрі қарай өздеріңіз құрастырып көріңіздер. 10-ші есепте 10 орындықты 3-3-тен бөлменің әр бұрышына орналастыр дейді. 10 орындықты 3-3-тен бөлмеге орналастырамыз. Мына жерге мен арнайы кесте толтырып қойдым. Міне бір бұрышын алды. Осыны орындық деп есептейміз. 2, 3. 3 орындық кетті. Енді мына жерге біріншісіне 2, 3. Енді мына бұрышты аламыз. Бір орындық, екінші орындық, үшінші орындық кетті. Мына жерде тағы бір орындығымыз бар. 2, 3. Міне осылай орналастырдық. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше. Арнамызға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңдар.